Всем привет! Бүгін бізде индийский манты. Ол үшін бізге ет, сәбіз, пияз, картошка барлығын кубиктап турап шығамыз. Қазанымызға май құямыз, етті салып етті қуырамыз, үстіне пияз, сәбіз барлығын 5-15 минуттай қуырып, үстіне томат салып, және су құйып 30 немесе 40 минуттай қайнатамыз. Дайын болғанша қамыр илейміз. ұн, су, тұз керек. Суға тұз салып араластырып, қамырымызды жұмсақ емес, қатты емес, орташа илеп шығамыз. Дайын болған қамырымызды жаямыз, жұқалап тұрып, үстіне май қойып, барлық жеріне тигізіп, жағып шығамыз. Дайын болған қамырымызды оқтауға ораймыз және ортасынан кесіп, кубиктарға бөліп шығамыз. Мантываркаға салып 30 минуттай пісіреміз. Қамырымыз піскенше картошканы салып, пісіріп дайындаймыз. Біздің подливіміз дайын, шұңғылдау ыдысқа саламыз. Қамырымыз дайын. Сіздермен бірге болған Жұлдызай.